Мамаң да өтірік келді ма эфирге дейді. Иә, өтірік келді. Шашымды ыңғайлап алайыншы. Шындық айтсаң дұрыс болар еді, сонда саған негатив айтпас еді дейді. Мен шындық емес, сіздер естіп жүрген сол сценарий анау мынау деген нәрсені айтып отырсам да, қазір уже негатив былайынан кетіп жатыр ғой. Алуа дегенді шығарып жіберейікші, не істеп отыр? Әркімді белгілеп менің прямой эфиріме. Звугын жауып аржанда қыздарға бір нәрсе дедің ау, иә дейді. Енді шли, мен сіздерге отчет беруге міндеттімін деп ойламаймын. Өтірік қырылма дейді. Кіммен? Мен біреумен қырылысып жатырмын ба? Вроде нормально отқан сияқтымын. Гүлбаршын, сіз әдемісіз дейді. Ой, рахмет. Алуа деген өсекші ғой. Байқадық, иә, эфирден шығарып жібердім сразу Алуаны. Мен эфиріме кіріп алып, біреулер белгілеп отыр ғой. Қазір мынаны удалить етіп жіберейін. Тағы бір өсекші келді. Елизавета деген ба? Қорықпаңыздар, маған блокқа тығу оңай. Өсекшілерді былай блокқа тығып отыра береміз. Как вы дейді? Отлично. Как вы сами? Гүлбаршын, нық сөйлейсің, молодец дейді. Осы нық сөйлегенімді біреу зыпылдау деп, біреу басқаша деп көреді. Бірақ рахмет қолдауыңызға. Мен эфирімді примерно бейт-бейт таратып отыру адамдар. Бір болайыққа жіберіп, шаққа жіберіп, молодцы достар. Негатив жазбай-ақ бір болайыққа сеніп жүре беріңдер, сол ғой. Бір болайықтың фанаттары шығып кетсеңіздер болады, а то болашақта бір болайықты көргілеріңіз келмей қалып жүрсе. Как ваши отношения с мамой? Извините, если спрашиваю. Нет, все нормально у нас, я им помогаю. В данный момент мы общаемся. Өздерің білесіңдер, сценарий екен, неге кішкене бала сияқтысыңдар дейді. Мамаңызбен араласып тұрасыз ба? Осы сұраққа уже 10 рет жауап бердім. 11 рет жауап бермей қойын. Молодец, еңбекқор қызсың дейді. Рахмет. Еңбегімді бағалап, байқап жатқандарыңызға. Бір болайықтың арқасы дей беретіндер бар ғой. Мен сені қолдаймын ғой дейді. Рахмет, Нұрдәулет жаным, абайлап сөйле, біреу сені скрин жасап, біреуге жіберіп жатпасын. Жібере берсін, мен ешкімнен қорқатын адам емеспін. Жоғардағы жаратушы еден басқа ешкімнен қорықпаймын, қорыққанда емеспін. Ол біріншіден. Екіншіден, мені біреу қорқытып көрсін. Заң алдында государствоның баласы ретінде государствоға барып жауап бере берсін. Это Гүлбаршын, қанша қиыншылық көріп пісіп өскен қызға өзін жібермейді, дұрыс дейді. Рахмет. Мен бүгін жыр жаздым саған айтатын. Мінезіңді жөнікі қарапайым, қырылдап қолы жеткісін. Ой, түсіп кетті, ладно. Қандай қылып сені өзіме қаратайын дейді. Фанатизм болып кеткенсіңдер ғой Шах пен Камилаға, сол үшін Гүлбаршын айтқаны жақпай жатыр дейді. Әрине жақпайды. Жарайсың Гүлбаршын, аманын көмектесіп жатқан Алла саған еселеп берсін дейді. Рахмет. Молодец дейді. Рахмет достар қолдауларыңызға. Ой, десеңші, звезду поймала. Вроде я уже 19 лет живу. Звезды только в небе. Я не видела звезд других. Сонда магазин ұрысдағы сценарий не дейді? Магазинде ұрыс болған жоқ, ол шынайы нәрсе. Мен сценарий десем, қуып магазин ұрысыне анау-мынау деп артық кетпей-ақ қойыңыздар,
басың аман, дені сау болсын, бар жақсылықты тіледім дейді. Рахмет. Гүлбаршын, сен өте жақсы қыз дейді. Рахмет. Енді қазір шындықты айтып жаман болып отырған шығармын, бірақ ол өз еріктеріңіз. Біреу осы күнге қолдаған адам ары қарай қолдар, қолдамаған адам қолдамас, ол тоже өз еріктеріңізде. Олар да алыс бармас, жетім қызды былай айтқанды біледі ғой жағдайды дейді. Я Таразда кіммен тұрасың дейді. Әзірге тәтемдермен, анаммен хабарласып тұрасың ба? Я бір болаққа туралы айтып жатқан Гүлбаршын алғашқы соңғы адам емес. Қой не қоймайсыңдар, осы уақытқа дейін бірнеше адам айтты, если что дейді. Я жарайсың, Гүлбаршын тіл көзден сақтасын. Не айтып жатыр, бір болақты жамандап отырма дейді. Өсек керек болып отыр ма? Я прикинь, бір болақ жамандап отырмыз. Магазин ұрыс болған жоқ, ұрлық болды дейді. Сол ғой. Гүлбаршын әдемі, сүйкімдісің дейді. Рахмет. Үкіметтен берген үйін алған жоқсын ба? Не әлі дейді. Мен дүниемді түгел демей отырыңыздаршы. Қосылаяқтысыңдар дейді. Жалпы шоу дейтін нәрсе, бұл бір болайыққа қосылайыққа қатысы жоқ. Жалпы шоу дейтін нәрсе өзі аты айтып тұр ғой, шоу. Ол бәрі сценариймен жасалады. Айналайын, мен эфирінен шығып кете салыңызшы. Мен сіз сияқтыларды аламда, миымды қатырмай, просто үстіп жоқ қыл жерім болды. Рахмет. Басқа да еңбегін өрлей берсін дейді. Рахмет. Договорға қол қойдым ба, бір болайыққа жамандауға дейді. Я қойдым. А что шах обидел тебя дейді. Өрлей берсін дейді. Ой, рахмет. Негатив оқымай, ұйықтар алдында тыныш, әдемі ұйықтау үшін тек қана әдемі сөздерді оқиын. Ал негатив жазып жатқан адамдар, сіздер жаза беріңіздер. Кіміңді көрсетші дейді. Үйгеймі ғой. Өсек біреуді естіп алған әңгіме ғой. Гүлбаршын басағасында болған жоқ па дейді. Сол ғой. Бір болайық 6 маусым бола ма дейді. Вроде 7 маусым басталмайды. 6 маусым біткен жоқ қой вроде. Сендегі Гуччи киім двойка бар ма дейді. Я бар. Сатып алсаңыз болады. Қай қалаға жіберейік. Сәлем дейді. Сәлем. Әдем болып кетіпсің дейді. Рахмет. Сұрақтарыңыз біткен болса, мен эфирден шығайын. Баршаңызға адрес қандай магазин дейді. Тараз қаласы, Монблақ 58А. Тіріц айрылмасты білетін шығарсыз, соның 2-ші этаж 24А дейтін бутик. Қандайсың дейді. Жақсы. Ол сіздің историяңызды пайдаланып рейтинг көтеріп алған сияқты. Я дейді. Я келсем. 100% келсем. Оны бүкіл халық білет вроде миы жеткен. Өздері айтады ғой, сыйластық бірінші орында бумеранг деп ақылшы болып отырады ғой дейді. Қаншаншы жылғы боласың дейді. 2003. Сізде 50-ші размер киім бар ма дейді. Қандай киімге байланысты, оған байланысты. Я бір болақтан неге ренжідің дейді. Сәлем дейді. Сәлем. Ешкімге сенеміз, тек өзіңізге сеніңіз. Рахмет. Молодец. Осы уақытын өз-өзін тәрбиелеп асырап жүрген қыздың шынайылығын ұнайды. Ақылды қыз, бақытты болды. Рахмет, Балнұр әпке. Бақытты
болыңыз, аман болыңыз дейді. Рахмет. Двойкалар дейді. Я аман в адресе Инстаграм